Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылымық кезеңдегі Қазақстанның қоғамдық саяси дамуы. Сабағымыздың зерттеу сұрағы жылымық кезеңі қоғамға қандай өзгеріс әкелді? Сабағымыздың мақсаты қоғамдық саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және интерпретация жасау. Оқушылар, мына тақтада тұрған QR кодты сканерлеп, сілтеме арқылы бүгінгі сабаққа байланысты бейне сабақты ашып көріңіздер. Жылымық дегеніміз не? Бұл кезеңде қандай өзгерістер болды? Жылымық жылдары Қазақстан тарихына қалай әсер етті? Осы сұрақтарға жауап берейік. Жылымық дегеніміз не? 1953 жылы қыркүйекте Никита Сергеевич Хрущев Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшылығына сайланды. Жылымық жылдары аталған 50-ші жылдардың екінші жартысынан бастап елде өзгерістер байқалды. Бұл кезеңді жылымық деп атау КСРО-ның қоғамдық саяси өміріндегі демократияландыру, кешірім, ақтаулармен байланысты еді. Жылымық ішкі саясатта қуғын сүргінді біршама тежеуден, әкімшіл әміршіл қатаң басқару әдістерінің аздап жұмсаруынан байқалды. Халықаралық қатынастар да жылыды. Бұл кезеңде қандай өзгерістер басталды? 1956 жылы 14 ақпанда Мәскеуде Кеңес одағы коммунистік партиясының 20-шы съезінде Сталиннің жеке басына табынушылық сынға алынды. Орталық комитетінің бірінші хатшысы Хрущев бастаған коммунистер партиясы сталиндік диктат үстемдігін әшкерелеп, талдау жасауға тырысты. Жеке басқа табынушылық және оның салдары туралы мәселе 25 ақпанда съездің жабық мәжілісінде көтеріліп, съез өткен соң жарты жылдан кейін 30 маусымда жеке басқа табынушылықтың зардаптарын жою жөнінде қаулы қабылданды. 1953-1955 жылдарда Хрущевтың бастамасымен ГУЛАГ жойылды. Жер аударылған шешен, қалмақ, балқар, тағы басқа халықтардың құқықтары қалпына келтіріліп, оларға туған жерлеріне көшуіне рұқсат етілді. Алайда кәріс, неміс және Қырым татарларының құқықтары қалпына келтірілмеді. Кеңгір көтерілісі деген атпен тарихқа енген бұл оқиға кеңес лагерлеріндегі ең ірі толқуға айналып, соңы айтарлықтай қайғылы жағдайлармен аяқталған еді. Сол кезде лагерде 5392 тұтқын болса, оның 43% әйелдер болатын. Тұтқындардың 72% отанына опасыздық жасады деп, және басқа да саяси көзқарастар үшін айыпталғандар. Бүкіл лагерлер жүйесін дүр сілкіндірген кеңгір көтерілісі Степлактың күйреуінің басы болды. 1955 жылдан бастап лагердің басқару әкімшілігі қысқара бастады. Талай мың адамның тағдырына тауқымет әкелген Степлак 1957 жылы мүлдем жабылды. Саяси көзқарасы үшін қудалау орын алып, халық жауы немесе ұлтшыл айыптарының орнына өзгеше ойлайтындар айыбы тағылды. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны мектеп мұғалімі Елікбаев Хрущевке ашық хат жазады. Ашық хатта Қазақстанның тәуелсіздігі жоқ екенін, қазақ мектептері, қазақ тіліндегі оқу құралдары мен баспасөздің тым аз екен айтылған. Осыдан кейін Елікбаев партия қатарынан шығарылып, қуғынға ұшырады. Кейіннен жындыханаға тығылды. Жылымық жылдар Қазақстан тарихына қалай әсер етті? Жылымық жылдар халықтың әл-ауқатының көтерілуімен сипатталады. Никита Хрущев басшылық еткен жылдары мемлекеттік тұрғын үй мәселесіне алғаш бет бұрылды. Бүгінгі күндері ол ықшам аудандар мен Хрущев үйлері ескірген тар үйлер болып есептеледі. Алайда ол кезде жаппай тез бой көтерген тұрғын үйлер арқасында әр отбасы сыз жертөлелер мен коммуналкалардан құтылып, жеке пәтерге ие болу бақытына қол жеткізді. Никита Хрущев 1961 жылы наурыз айында Қазақстанда 2 апта болып, осы сапарында Ақмола қаласының тарихи атауын Целиноград деп өзгертті. Сонымен қатар, жылымық жылдары елде 6 басшы ауысты. Олар Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, Леонид Ильич Брежнев, Иван Дмитриевич Яковлев, Николай Ильич Беляев,
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев және Исмаил Абдрасулович Юсупов. Қорыта келгенде қазақ ауылдарының құлдырауы, қазақ мектептерінің жабылуы, жердің эрозияға ұшырауы, Семей жерінің ядролық жарылыс жасайтын сынақ алаңына айналуы және оның халық денсаулығына тигізген кері әсері, ұлтаралық қатынастардағы шиеленіс осы жылдары орын алды. Оқушылар 1953 жылы 5 наурызда Иосиф Сталин қайтыс болып, осы жылдың қыркүйегінде Никита Сергеевич Хрущев Кеңес одағы коммунистік партиясының орталық комитеті бірінші хатшысы болып сайланады. 1956 жылы маусымда Кеңес одағы коммунистік партиясының орталық комитеті 20-шы съезінде Никита Хрущев жеке тұлғаға табыну және оның салдары туралы баяндама жасады. Баяндама мәтіні 33 жылдан кейін, яғни 1989 жылы Известия журналында жарияланды. Съезде Сталиннің жеке басына табынушылықты айыптады. КСР-ның қоғамдық саяси өмірінде демократияландыру, рақымшылық және оңалту процестері басталғандықтан 1953-1964 жылда тарихта Хрущевтің жылымығы деп аталды. Георгий Маликов ауыр индустриямен салыстырғанда жеңіл өнеркәсіптің озық даму мүмкіндіктері туралы тезис ұсынған болатын. 1956 жылы 6 наурызда ауыл шаруашылығы артелінің жарғысы және колхоз өндірісін ұйымдастыру мен артель ісін басқаруда колхоз мүшелерінің белсенділігін одан әрі арттыру туралы қаулы шықты. Оқушылар лагерлерден мыңдаған жазықсыз тұтқындарды босатқаннан кейін мемлекеттік аппарат көп ұзамай бұл реформаларды тоқтатты. Өткеннің қайғылы беттері үнсіз қалды, немесе бір жақты көрсетілді. Қазақ төңкерісінің тарихы, азамат соғысының басталуы мен сипаты, 1930 жылдарда ашаршылық және шаруалардың жойылуы, шешендерді, ингуштерді, қалмақтарды, балқарларды тарихи отанына қайтарғанымен, немістер, қырым татарлары мен месхет түріктерінің құқықтары қайтарылмады. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысынан келген майдангер, орыс тілі мұғалімі Мүбәрак Ерекбаевтың ұлттық саясат саласындағы бұрмалаушылықтар, қазақ тілінде оқытатын мектептердің қысқаруы және билік жүргізіп отырған саясаттың басқа да кемшіліктері туралы Хрущевтің атына хат жазған тағдыры дәлел бола алды. Қауіпсіздік комитеті қабылдаған тәрбиелік шаралардан кейін Мүбәрак Ерекбаев КОКП қатарынан шығарылып, психикалық ауруханаға жіберілді. КСР денсаулық сақтау министрлігі қызметкерлерінің айтуынша, елде 90 мыңнан астам басқаша ойлайтын адамды психиатрия арқылы жазалаған. Осы кезеңде КОКП саяси ұйымның функцияларын екінші жоспарға қалдырып, биліктің қатаң тік құрылымына айналды және мемлекеттік басқару жүйесімен біріктірілді. Қазақстанда партиялық биліктің дағдарысы алғашқы партия басшыларын Мәскеу тағайындағандықтан және республика мүддесінің мүлдем ескермегендігінен көрінді. Оқушылар әдетте партия басшылығына тағайындалғанда республикада жұмыс істемеді, онда өмір сүрмеді. Халықтың экономикасы мен мәдениетінің ерекшелігін тіпті білмеді. Қызметке тағайындау мансаптық өсу мүмкіндігі ретінде пайдаланылды. Сондықтан олар бұл қызметте ұзақ уақыт қала алмады. Олардың негізгі міндеті орталықтың жергілікті жерлердегі нұсқауларын мүлтіксіз орындау еді. 1954-1964 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы 7 рет ауысты. Оның тек 3-еуі ғана Жұмабай Шаяхметов, Дінмұхамед Қонаев, Исмаил Юсупов қазақстандық болды. 1960-1961 жылдары Тәшенов Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы болып тағайындалды. Кейін жұмысын дұрыс атқара алмады деген желеумен қызметінен босатылған. Республика басшыларының жиі ауысуы реформалар жүргізуді қиындатып, әлеуметтік проблемалардың жинақталуына алып келді. Олар барынша наразылық қозғалысын тудырды. Соның бірі 1959 жылдың жазындағы үлкен наразылық. Теміртауда салынып жатқан металлургиялық комбинат екпінді комсомол құрылысы деп жарияланып, 1958 жылдың соңына дейін облысқа 132 мың адам келді. Келесі жылы бұған тағы 70 мың адам қосылды. Оқушылар, енді бүгінгі сабаққа байланысты тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: берілген терминдердің анықтамасын спираль әдісі бойынша оқыңдар. Өздеріне түртіп алыңдар.
Оқушылар келесі кезекте екінші тапсырманы орындайды. Оқулық мәтінмен танысып, жылымық кезеңінде болған өзгерістерді анықтаңдар. Экономикалық өзгеріс, саяси өзгеріс және прогресшіл бастамалар. Оқушылар келесі кезекте үшінші тапсырманы орындайды. ПТМС формуласымен жылымық кезеңіндегі қоғамдық саяси өмірдегі бастамалар қаншалықты маңызды болды? Өз позицияларыңызды қорғап шығыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекіту үшін мына тақтада көрініп тұрған QR кодты сканерлеп, сілтемеге өтіп, берілген сұрақтарды дұрыс жауаптармен сәйкестендіріңіздер. Оқушылар, бүгін білдім, үйрендім, түсінбей қалған тұсым деп кері байланыс арқылы мұғалімге хат жазыңыздар. Бүгінгі сабағымызға қорытынды ой жүгіртсек, 1953-1964 жылдардағы саяси өзгерістер КСРО-ның қоғамдық саяси өміріне бір мезетте жылымық пен қайшылықты қатар әкелді. Хрущевтің жеке басқа табынушылықты әшкерелеуі белгілі бір дәрежеде демократияландыруға, жазықсыз сотталғандарды босатуға, халықтың саясат санасының оянуына жол ашты. Алайда бұл реформалар толық жүзеге аспай, бұрынғы биліктің әкімшілік әдістері жасырын түрде жалғасты. Ұлттық республикалар, соның ішінде Қазақстан орталық саясатының тәуелді аймағында қалып, басшылықтың жиі ауысуымен, Мәскеуден тағайындау, реформалардың баяу жүруіне, әлеуметтік мәселелердің ушығуына әкелді. Қазақ тілінің, ұлттық кадрлардың жағдайы нашарлап, әділетсіздікке қарсы шыққан Мүбәрак, Елікбаев сияқты азаматтар қуғындалды. Экономикалық және әлеуметтік қиындықтардың жиналуы, Теміртауда 1959 жылғы оқиға секілді халық наразылығын күшейтті. Бұл кезде Қазақстан үшін ұлттық мүдде ескерілмеген, саяси тәуелділік айқын көрінген уақыт болды. Жалпы алғанда Хрущев жылымығы бір жағынан өзгеріс ықпалын тигізгенімен, екінші жағынан жүйелік мәселелердің тереңдігін және ұлттық республикалар құқығының шектелігін ашық көрсетті. Оқушылар, үйге тапсырма. Жылымық кезеңде Қазақстанның қоғамдық саяси дамуы. Қосымша материалдар жинақтау.